Мен Қуаныш Аружан, екі шет тіл мамандығы бойынша екінші курс студентімін. Және мен бірінші лекция тақырып бойынша, яғни ақпараттық коммуникациялық технологиялар туралы айтатын боламын. Жалпы АКТ дегеніміз бұл ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және тарату үшін қолданылатын технологиялар. Мысалы компьютер, интернет, смартфон, планшет сияқты құрылғылар АКТ-ға жатады. Және қазіргі таңда бұл технологиялар біздің өміріміздің маңызды бөлігіне айналған. Яғни бүгінгі таңда адамдар АКТ-ны күнделікті қолданады. Мысалы, біз смартфон арқылы бір-бірімізбен сөйлесе аламыз, хабарлама жазамыз және әлеуметтік желілерді қолдана аламыз. Сонымен қатар интернет арқылы көптеген әртүрлі ақпаратты іздеп, жаңалықтарды оқи аламыз. Жалпы бұл бізге ақпаратты тез және оңай табуға көмектеседі. АКТ әсіресе білім беру саласында да өте маңызды. Яғни қазіргі таңда студенттер мен оқушылар интернет арқылы көптеген білім көздерін оңай таба алады. Мысалы, электронды кітаптар, ғылыми мақалалар және әртүрлі оқу сайттары деген секілді. Сонымен қатар мұғалімдер сабақта презентация, видео және интерактивті тапсырмаларды да оңай қолдана алады. Яғни бұл жалпы сабақтың қызықты әрі түсінікті болуына көмектеседі. Және сонымен қатар қазіргі таңда онлайн оқуда кең тараған. Яғни студенттер үйден шықпай-ақ онлайн сабақтарға қатысып жаңа білімдерін ала алады. Бұл әсіресе уақытты үнемдеуге және білім алуға жақсы мүмкіндік береді. Яғни АКТ тек білім саласында да ғана емес, жалпы басқа салаларда да кең қолданылады. Мысалы, медицина саласында, яғни дәрігерлер компьютер арқылы науқастардың мәліметтерін сақтап және оны тексере алады. Және банктерде адамдар мобильді қосымшалар арқылы ақша аударып немесе төлем жасай алады. Сонымен қатар көптеген компаниялар жұмыс барысында компьютер мен интернеттен көп нәрсені ала алады. Жалпы айтқанда, АКТ адамдардың өмірін жеңілдетіп, ақпаратты тез табуға, әрі адамдармен тез байланысуға, жұмысты жылдам орындауға көмектеседі. Жалпы қорытындылай келе, ақпараттық коммуникациялық технологиялар қазіргі таңда өте маңызды рөл атқарады. Яғни олар білім алуға, жұмыс істеуге және күнделікті өмірде көптеген мүмкіндіктерге жол ашады.